шомкалған аңғара. Қоқан хандары қазақ таласын билеп, қазақтардың ағыл тегіл сый-сияпат салық жинап тұрған заман болған. Отарға тақауда Қопа өзенінің алқабында сол жылдары бір қазақ руы көшіп жүрген болатын. Қоқандықтардың езгісіне олар одан әрі төзе алмады. Шыдамы таусылды. Сөйтіп қазақтар бірде ереуілдеп салық жинаушыларды қатыгездікпен жазалап жіберді. Бірін өлтірді, екіншісін қуды. Көтерілгендердің сазайын тартқызу үшін Қоқан ханы оларға қарсы қисапсыз көп әскер жұмсады. Қоқандықтар барлық ер адамды харап қылды. Әйелдер мен балаларды тұтқынға алып айдап кетті. Дүние мүлікті тонап, талауға ұшыратты. Қазақ ауылдары қатты толқыды. Сол қиын қыстау кезеңде Шапырашты руынан Сұраншы Ақылбекұлы деген ер жүрек батыр табылды. Ол маңына жігіттерді күллі даладан жинай бастады. Азын аулақ, бірақ жұтынған жасақ жинап алды. Осы жасағын батыр қоқандықтарға қарсы алып шықты. Қараңғы үйірілгенде қазақтар қоқандықтар тұратын тұраққа келді. Сұраншы батыр ашық ұрыста саны аз жасағымен қоқандықтарды жеңе алмасын білді. Сондықтан ол жігіттеріне жан-жақтан жыпырлата, мүмкіндігінше көп алау жағуға, үрей шақыра дабыл соғып, ысқырып қиқылауға әмір берді. Ал өзі қоқандықтарға елші жіберіп, тұтқынға берілулерін талап етті. Қоқандықтар өздерін Сұраншы көп әскермен келіп қоршап алды деп ойлады. Сөйтіп не істерлерін білмей сасқалақтады. Іштеріне қорқыныш кіріп, дегбірлері қашты. Ал Сұраншы батырдың күткені осы болатын. Ащы ысқырықпен қиқулатып, қылыштарын бастан асыра үйірген жігіттер аттың басын қоя беріп, қоқандықтардың қосынынан тап берді. Қоқандықтар бет-бетіне қаша жөнелді. Олар тіпті түйелеріне қомдарын таңып үлгермей далада қалдырып кетті. Содан бері шайқас өткен бұл орын түйенің қомы, яғни ер тұрманы қалған деген ұғымды білдіретін сөзбен шом қалған деп атала бастапты.